15 сылын рат түгер үеһе білі оны сунтар улғын агрохайсқалағы сколалара бір сетеменен оғына кинемическе етіге инновационный программаны көміскен үлелерін сағалабыттыра. Инновационный программа бұдыттан тора баққа, сылайы келі ғыл болу көміскен, алтта арас темаға үлелен кәлі біт. Онтан біліңін бұл әтті ғылға көміске біт тема біт оғыну индивидуальный бидилен сайынлары этабығар кәлен олыры бұд. Семинарға үеһе білі осколарыттан, хуянларыттан, сунтар луғыттан тойбоқа ярғыла оғаны білючан осколары кәлен кытынылар. Білючанлар ағыз болан бүкем тұқары туғылын ұйыппыттарын, қандық сонын юмаларыты бұлбыттарын білігіндерділер. Самай сыйлы хадачатаден биһиги бу аныгы үйяга сөптүбэхэр оголору итен тахары өрети олонна хаңа анималары саңа соллары истери тобулаһын ден болар. Намагар хайсқала оскота быйыл саңа жаға килбит болан киен куаң мастерскайга оғанаргар ара саңа технологиянан туттар тірелерінен толыры хатчылыбыт. Тобиябыт ари мөрттөг данада боллар хитихилебит булашлар арас выставкаларга олимпиадаларга киремит кыттар эдебит. Онтон же билеген бу маннык терилибитен кенне хитихибит өссө күйүрө деханыбын. Онна оголор өссө тардыхан өссө саңа оборудование үйрөнен олох тетемин кытетеңе барыктара. Бу маннык үт әттәһәмен хорон таарым. Маннык хордан таарым баран үле оса үле битер урабыт. Бара холбан үлели туспа үлели битен. Намақсыз қылған өрінәтшілері ғылжыттарға мастер-класс көрдірділер. Бұйлағаңырда суғаны албастарын бағалағын болбаққа, қаманданан бір ұлақан бәне сүбәне холбауын таңан тахарарға өрінәлілер. Беге олана такарный станокка арас сақалы ихиттері чораннору еген оңыртауыппыт. Онна манна ахор урхуйын түхерен баран выжиганиялаутыра. Улахан кихи боллағана, оны идеде оллағана бұманны технологияны хатан туттар. Оны мана бәтін чағына да тоқтарығар туттан әбі хайдан барарығар тирек болар. Тием программа сүрін сыйлы оғыны саңаттан саңа немалары бағалан хергебе сатабылын кең айгаға көрдірірге, жоңғы сәргаға тердерге, уанна сүріне инниколоққа сөптіяқтық туханарға тухуланар. Саңа күн береген ан үйә бүлттен Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов.